Біріккен ұлттар ұйымындағы елдер бойынша статистика бойынша бір адам 66 жыл өмір сүреді. Мысалы, сенің жасың қазір 25-те болса, онда саған 41 жыл қалды. 41. Ал 41 жылда қанша күн екенін білесің бе? 15 мың күн. Көп сияқты, иә. Ал қанша сағат? 359 мың сағат. Миллион емес, миллиард емес, тіпті жарты миллион да емес. 359 мың. Енді тағы қара. Сен күніне 7-8 сағат ұйықтайтын болсаң, ал сен одан да көп ұйықтасаң, онда сен мау бассың. Енді есептейік, сен күніне 7 сағат ұйықтайды деп есептесек, онда жаңағы 359 мыңнан 239 мың сағат қалады. Барлық адам бірнеше жылдан кейін өзін және жақындағы адамдарын қамтамасыз етуге тұрарлық ақша тапқысы келеді. Бірақ бізде өте аз уақыт қалды. Сондықтан жұмыс жаса. Жұмыс жасау деген бір зданиеда или офисте целый ден отыру емес. Жұмыс жасаудың өте көп түрлері бар. Сен жұмыс жасамай бостан-босқа жатсаң, онда ойлан. Менің каналымда ақша табуға болатын схемалар өте көп болады. Соның бәрін жаса. Ең бастысы ниет. Ақша таппадың ба, қайтадан жаса. Шықпады ма, қайтадан. Все, бүкіл әлемге өзінің қандай екеніңді көрсет. Саған сәттілік.